Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын баклажан салатын құпиясын бөлісетін боламын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізге керекті зат талқан, бидайдың талқаны және де баклажан, қияр, сарымсақ, 2 жұмыртқа керек болады. Баклажанымызды керек емес жерін алып, жұқалатып кесетін боламыз. Осылайша кесіп алдым. Енді біз қиярдың 2 жерін алып тастап, теорканың пышағымен басып кесіп алатын боламыз. Осылай басып тұрып кесіп аласыздар. Жұқа болып шығады. Мінекей жұқа болып шықты. Енді біз сарымсағымызды қырғыштың көмегімен ұсақтап алатын боламыз. Майонез қостым. Жақсылап араластыратын боламыз. Енді 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салатын боламыз. Тұз араластырдым. Ыдысымызға майды құйып, қыздырып қоямыз. Баклажанымызды осылай батырып аламыз. Және де осылай талқанға батырып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, әдемі хрустящий болып шығады. Екіншісін саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Осылайша барлығын пісіріп алдық. Енді біз майонезімізді жағамыз. Қиярымызды қоятын боламыз. Осылайша әдемілеп айлантырып шығатын боламыз баклажанымызды. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып тұр. Үстіне күнжіт шашып қойдым. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет, дәмді, әдемі болып шығады. Қонақ келгенде қонаққа да ұялмастан қоюға да болады. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеода көріскенше.